Сойыл. Сұрқасқа ит жақындай түсті. Сояудай тістері ақсиған, бір түрлі ызалы. Сарғыш жүндері үрпиіп, езуі қызарып, ырылдап, Жағыпарға қарай атылғалы келеді. Екі көзде шарасынан шығатындай қып-қызыл. Өй, мына ит қайтедей жынданды ма деу мұң екен. Ит секіріп келіп, иесінің оң жамбасынан ала түсті. Ойбай жаным деп, өз даусынан өзі шошып оянған Жағыпар қасында жатқан көмекші жігіттен бір түрлі ыңғайсызданып қалды. Бірақ қалың ұйқыда жатқан бала жігіт Жағыпардың даусы түгіл құлағына мылтық атсаң да естірмес еді. Таң атуға шақ қалған. Сарлықшы енді ұйқысының келмейтінін сезіп, ақырын орнынан тұрды. Сіріңке жағып бестік шамды жақты. Кішкентай қара қостың іші де салқын тартыпты. Бақандай 7-8 жыл бойы баспана боп келе жатқан күркенің әбден тозығы жеткен секілді. Уықтары жіңішкеріп, киіздері әр жерден шұрқ-шұрқ тесілген. Кейде саусақ орындай тесіктерден су тамшылар сорғалайды, кейде қар ұшқындайды. Ал енді сәл-пәл боран соға бастасақ, қостың киіз жамылғысы қарғаның қанатындай қалбалақтай жөнеледі. Міне, қысы-жазы осы. Өткенде Жағыпар ферма меңгерушісіне осы туралы айтып та көрген. Бірақ адамдармен жүре сөйлесіп, көзін аудара тіл қататын безбүйрек меңгеруші, осы сен сұранбасаң жүре алмайсың ба? Кеше ғана алған жоқсың ба жап-жаңа сұр киіздерді? Қалай ғана тоза қалды? Сол киіздердің бәрін үйіңе жинап жатқан жоқсың ба? Киіз мені сатсаң да жоқ. Бір жылға қоян терісі де шыдайды. Биыл ептеп-септеп шығыңдар, келесі жылы көрерміз деп қолым бірақ сілтеген. Менің киіз алғаныма пәлен жыл болды ғой. Кеше ғана алсам, сұраймын ба? Қос деген аты, күнде далада ұйықтап жүргендей сезінеміз. Бір түрлі суық. Біз енді өзіміздің жекеменшік малымызды емес, колхоз малын бағып жүрген жоқпыз ба деп, бастығының жауабына қарсы уәж айтқан. Мұны түсінетін бастығы жоқ. Бұрылып ап жөніне кеткен. Бұл не сұмдық? Өз жеке басымызды, өз қамымызды ойлауды қашан қоямыз? Біздің мұқтажымызды енді кім өтемек? Осылай жүре береміз бе? Мал екеш малға да жаның ашиды. Жалғанай, өстіп жүріп бір жерде қатып та қалатын шығармыз деп күйінген. Амал нешік? Өз қолында ештеңе жоқ болғасын, іштен тынып жүре бергенің. Жағыпардың ойына осының алдындағы ферма меңгерушісі оралды. Жақсыға жүрім, жаманға өлім жоқ деген осау. Қандай азамат еді. Мұң-мұқтажыңды уақытында ескеріп, қажет дүниеңді өзі әкеліп отырушы еді ғой Жарықтық. Осындай әділ адамдардың ғұмыры қысқа болатындығы неліктен екен? Шешем айтушы еді. Құдайға да жақсы керек деп, тегі рас шығар. Талай жыл істес болғанда бір рет иш шай десіп көрмеп едік. Топырағың торқа болғыр азаматай деп, ол кісіні жиі еске алады. Ал қазіргісінен көңілі қатты қалып жүр. Бірдеңе айтсақ болды, жұмысыңнан шығарам, сенен басқа бақташ көп деп ақырады. Жағыпар оның осынысынан тайсақтайды, осынысынан жиркенеді. Туғаннан тышқан мұрнын қанатып көрмеген момын мінезін кейбіреулер өздерінше түсінеді. Әсіресе бұл мінезін бала жастан бірге ойнап, бірге күлген ферманың мал дәрігері Жарас өзінің бас пайдасына қатты қолданатын. Екеуі бір өссе де Жағыпар жетімдіктің азабын қатты шекті. Әкесінен 10 жаста айырылған жас бала қабырғасы қатпай еңбекке араласты. Өзінен кейінгі 2 іні, бір қарындасын, ауру анасын тапқан таянғанмен асырап жүрді. Орта мектепті бітіруге мүмкіндігі болмай, шешесі 8 класты бітірісімен-ақ жамағайын бақташқа көмекші етіп жіберген. Міне содан бері мал соңында жүр. Үйленбеген соң 3 жылдан кейін жанашыр анасы дүние салды. Іні қарындастарын өсіріп, адам қатарына қосты. Ол кейде отырып, Жарастың тірлігін еске алады. Оның тағдыры керісінше қалыптасты. Ауылдағы белді бір бастықтың баласы не ішіп, не кием деп ойламайды. Сабақты нашар үлгерсе де, 4-тік пен 5-тікке ие болып жүрді. Бұл тау-таста сарлықтың соңынан жүргенде, ол тәтті құттыны жеп, мамық төсекте ұйықтап жатты. Ол 10 жылдықты бітіріп, 4 жыл қатарынан институттан құлап қалды. Ал облыс орталығындағы техникумға түскенде жұрт, әкесі төре емес пе, өзі апарып орналастырды ғой деп шулады. Жел соқпаса шөп басы қимылдай ма? Бұл лақаптың да жаны болуы керек. Бірақ Жағыпар бұл сөзге көп назар аудармады. Түссе түскен шығар. Бала жастан бергі құлынтайдай тебісіп ойнаған досым ғой, оқысын деп іштей қуанғанда. Жағыпар апыл-ғұпыл киінді де тысқа шықты.
Күзгі ызғырық самал бетті қарып өтті, бірақ талай жылдар бойы ғұмыры тау мен таста өткен оның денесі дала салқынына берілген жоқ. Тіпті көкірегін келе дем алып серги түсті. Ол Алтайдың ауа райын, осы өлкенің жай-күйін күні бұрын анықтап біліп отырушы еді. Құды бір барометр дерсің. Оның бұл қасиеті ондаған жылдар ішіне бойына ұялады. Туған жердің қатал табиғатынан ол көп нәрсе үйренуге мәжбүр болды. Кей кездері өмірден сүзіп алған осындай тәжірибелері көбіне көп жәрдем беріп, Жағыпарды әлденеше рет апаттан да сақтаған. Жағыпар өзінің көк дөненіне жақындады. Қараңғыда иесін жақсы танымады ма, бұған осқырына қарады. Жақындап келгесін ғана сенбісің дегенде сабасына түсіп, басын қайтадан жерге салды. Ызғарлы желдің екпіні қатая түсті. Жеңіл киінген бақташы жылдамдатып, жайдақ атқа қонды да бір атты жетектеп қосқа қарай бет алды. Мақсаты атын ерттеп, шайын ішіп, сарлықтарын шолып қайту. Қостары шағыл тастың жел тимейтін нығына орналасса да, ызғардың аты ызғар. Киіз тамның іші сап-салқын екен. Көмекшісі әлі оянған жоқ. Ұйқыны соғып жатыр. Жаңа кеткенде оятып кетпеген екем. От жағып қоятын деп күбірледі де от жағуға кірісті. Болып жатқан тірліктің сылдырынан көмекшісі де оянды. Бұл 20-ға ғана жаңа келген тәжірибесі де шамалы бала жігіт. Жағыпар өз қамқорлығына алып талай жылдар бойы көрген білген өмірден түйгенін тәлімін үйретіп жүр. Әй бала, тұрмаймыз ба? Мен аттарды алып келдім. Табынды байқап келейік. Асанның да келіп қалатын күні болды. Мен де демалысқа дайындалуым керек. Сарлықтарды түгендемесек болмайды. Ауа райы да түйіліп тұр. Боран соғып кетсе жағдайымыз қиындап кетер деп көмекшісіне ескертті. Ту, суығын-ай, қош жылғасын тұрайын шаға. Соны күтіп жатасың ба? Тұрып атыңды ертте. Жылдамдату керек деп Жағыпар да қояр емес. Сен түбінде бір дыбыс естіген жоқсың ба? Ол қандай дыбыс? Менің құлағым бір нәрсені шалған сияқты болды. Ұйқылы ояу жатып бұған назар аудармаппын. Жаңа ғана ойыма түсіп отырғаны. Ит құстың ұлғанына ұқсаған бір дыбыс. Ит құс дейді болса ше, сарлық қанша ит құс келсе де алдыра қоймас. Кім біледі, қайраты мол ғой бірақ деп Жағыпар сөзінің соңын жұтып қойды. Сосын бір шама уақыттан кейін сөзін қайтадан жалғады. Биыл сол бәлен қатты дейді ғой. Жақында көрші колхоздың бір жылқышысын кездестірдім. Бір бие бір құлынын жеп кетіпті. Әлгі өгізге келген бұзауға да келеді демекші. Бізді де қан қақсатуы мүмкін ғой. Қолымызда оған алып ұшар мылтығымыз түгіл сойылымызда жоқ. Колхоз мылтық түгіл тіпті қосқа жаңа киіз беруден де қалды ғой. Жәке, осы сіз жоқтан өзгені қалай ойлай береді екенсіз? Колхоз басқармасының сырын жаңа біліп жүргендей сөйлестегі. Осыны айтсаң өз қадірің кетеді. Қайтеміз қайта-қайта бір нәрсені сөз қылып, деп көмекші жігіт орнынан тұрды. Жылы төсекте жатқасын білінбейді екен. Қос іші мұздай аңырап тұр. Ойпырмай, 20 жылдай осындай қиыншылыққа төзіп келген Жәке сіздің жаныңыз берік екен деп жігіт от жағып отырған Жағыпарға сынай қарады. Енді не істеймін? 3 баламды әйелімді асырауым керек қой. Жетімшіліктің зардабынан оқиды алмай қалдым. Небір қалқан құлақтар отыр ғой стол басында. Оң жақ қолын қайсы десең сол қолын көрсететін. Шіркін, не істесең де маңдай термен табылған шынайы табысқа не жетсін. Енді бізге оқу қайда? Қарай артта қалмай, ағар балға түспей жүре берейік дағы. Тағысын тағыларын көре жатармыз. От маздап жанып, қос ішіне жылылық ұялады. Екеуінің тоңазған денелері жіпсіп, көңілдері де көтеріле түсті. Bir шама уақыттан соң темір пеш үстіндегі қара күйе басқан көк шәйнектің қақпағы да мен болдым дегендей дірілдей бастады. Жағыпар кешеден қалған табадағы қуырдақты да жалын өтіне қойды. Тамақты тойып ішіп атқа қонайық. Сарлықтар алыстап кеткен болу керек. Жақыннан қаралар көрінбейді. Осы менің жүрегім бір нәрсе өрекпеп тұр. Неге екенін білмеймін. Бір жамандық сезсе сөйтеді. Өй қойыңызшы Жәке, ақыр заманды орната бермеңізші. Екеуі тамақтарын ішіп, қалың киініп жолға шықты. Теріскейден өкпек жел тұрды. Алыстағы көз жетер шыңдардың бәрінде ақ қар жауып үлгеріпті. Қарға түскен түлкі іздері сайрап жатыр. Сұрқасқа басын жерге салған бойы жоғарға тартып барады. Анда-санда тұра қалып, келесіңдер ме соңымнан дегендей бұларға